Ассалаумағалейкум. 3 маусым 2023 жыл. Мен Сайрам Өгем ерекше қорғау табиғи аймағында. Қараңыздаршы, неткен табиғат, былай шіркін сұлуынай. Ғашықпын ғой мен өзімнің Қазақстаныма. Шіркін менің елімде еркем ғой әлемде. Жаңа жыландап жүр жолда. Анау осы жерде тұрған бір ауыл. Жаңағы лесничий анамыналардың ауылы екен. Қана. Алла. Ой, Алла. Бақ, шіркін. Неткен табиғат. Рахмет. Осы жерде әкеліп көмектесіп жатқан. Мына. Рахмет. Неткен сұлу. Мынаның арғы жағы Өзбекстан. Өгем тауының арғы бетінде. Алла, неткен сұлу. Шүкіршілік етемін радым. Неткен мынау Өгем өзені осылай ағып барады да, анау жақтан Өзбекстан кіріп кетеді. Сосын келеске құйылып бірге ағып қайттан шығады Қазақстанға қарай. Ағысы неткен мықты, қазір естіп тұрмын мен қандай шулап тұрған. Керемет, керемет. Міне осындай керемет біздің Қазақстанның табиғаты. Мінеке, әлемнің жан-жағында іздеп Швейцария, анау мынау демей, өзіміздің Қазақстанда да қандай керемет жерлер бар. Құдай бере салған ғой. Иә. Туризм дамыту керек, рас айтасыз. Осы жерде туризмді дамытсақ, ойпырмай шетелде осындай адамның қолы тимеген кереметтей табиғатты көруге армандап жүрген қаншама мыңдаған туристер, миллиондаған туристер бар. Соларды тасып алып келіп жеткізсек, басқа не? Өзіміздің Құдай берген табиғатпен баюға да болатындай жағдай жасауға болады.